Мен Батыс Қазақстанның Ақтөбелікімін. Сіздер білесіздер ғой, бізде мұндай вообще нормально, үйреніп кеттік құлағымыз, иә? Нормально, сіздер үшін біз дурек сияқтымыз. Жай ғана бір мысал келтіріп жіберейін, жақында таксистпен келе жатсам бүйтіп, ана ағамыздың настроение шоқ, ашуланып келе жатыр да, бірақ не нәрсеге ашуланарын білмейді, бүйтіп келе жатады да. Далада қар жауып тұр нахуй. Ана ағаға барынша поддержка бердім. Я қар тупой ма бірдеме деді. Ескертпей жаба ма қар деген басты. Енді мен оған дым айта алмаймын, өйткені мен де Ақтөбенікімін ғой, енді ол қасиет менде де бар да. Бүйтіп тұрамын ше. Темекі шегіп тұр, ешкім шаруам жоқ, ешкіммен шаруам жоқ. Бүйтіп машина өтіп бара жатады да, маған балтық жасатып кетеді ғой. Ойлашы, қараптан қарап. Әрине мен мәдениетті Ақтөбенің тұрғыны ретінде ана машина. Кешіріңіз. Сондай сценарий. Ана машина тоқтатып қалып, жайлап стеклосы түсетті, бүйтіп бас шығады да, не нахуй дейді маған. Айтам, айналайын, көкем үшін шашыратып кеттің ғой, абайлашейші десем, ну кешір нахуй дейді. И мен оны кешірдім. Бұл батыс қой. Сіздерін бөлген батыстың жігіті, көп рахмет!